Иманы болмаған адамның шексіз тозақ отында мәңгі жанатындығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хабар берді. Бұл хабар әлбетте дұрыс. Бұған сену Алла Тағаланың бар екеніне, бір екендігіне сену сияқты өте қажет. Отта мәңгі жану деген не? Егер адам мәңгілік отта жану пәлекетін ойлайтын болса, қорқыныштан, ақылынан адасады екен. Ақыр заманда иманды құтқару өте қиын. Иманды қорғау қолда жанып тұрған от сияқты. Ұстасаң қолың күйеді, тастасаң сөнеді. Зат неғұрлым құнды болса, оның дұшпаны соғұрлым көп болады. Әлемде иманнан да құнды келетін ешқандай гауһар жоқ. Өйткені ол кімде болса, сол адам жәннатқа кіреді. Ешқандай ғибадат жәннатқа кіруге себеп емес. Ғибадаттар, сұхбаттар, иманды қорғау үшін. Сондықтан үлкен ғалым және әулие Абдул-Хаким Ар-Рази хазіреттері менің мақсатым иман. Иман кетсе, бәрі бітеді деген екен. 24 сағат бойы негізгі қорқуымыз керек болған нәрсе иманымнан айырылып қалмайын. Иман ұрылары иманымды ұрламасын деген қауіп болу керек. Иман ұрылары кімдер? Ең үлкен ұрылар өз ақылымен сөйлейтін және өзін дін ғалымы етіп көрсететін дүмшелер болмақ. Жабир бин Абдуррахман радиаллаху анху түнде түс көреді. Оянып кетіп таңға дейін әрең күтеді. Таң атқанда тікелей мешітке Хазіреті Али радиаллаху анхудың алдына асығып барады. Намаздан кейін былай айтып береді: «Я әмир әл-муъминин, түс көрдім, қатты қорықтым. Түсімді жорып беріңізші. Үлкен сиырлар көрдім. Кішкентай сиырларды сауып жатыр. Өзендер көрдім, кеуіп кеткен екен. Бір тамшы суда жоқ, бірақ жағалары жап-жасыл. Мешіттер көрдім. Михрабтарында, мінберлерінде үлкен пұттар бар еді». Мұны естіген Хазіреті Али жылай бассайды да былай жориды: «Көрген түсің бұл үмметтің соңына таман басына келетін пәлекеттерге ишара. Бірінші белгісі мансап иесінен болған, бастық, басқарушы болған адамдар пара алмағанша жұмыс істемейді. Парамен күн көреді. Абыройын ақшаға ауыстырады. Екінші белгі, іші бос болса да өздерін өте қасиетті санайтын және өзгелерге өзін солай көрсететін адамдар болады. Бәрі оларды әдептілігі, абыройы үшін құрметтейді. Ол адамдар өздеріне берілген билікке, беделдікке, әдептілікке сүйеніп, айналасындағыларға зұлымдық көрсететін залым басқарушылар. Мешіт мінберіндегі михрабтағы пұттар болса, ең үлкен пәлекет болып, дін атынан шығып сөйлейтіндер, жазатындар болмақ. Олар өздеріне сенгендердің діннен шығуына, сенімдерінің бұзылуына себеп болады. Бүгінгі таңда осындай сипаттағы адамдарды көріп жүргеніміз айдай ақиқат және ол бекерге емес. Бұл да Аллах Тағаламыздың бізге осы оқиғамен жеткізген ескертулерінің бірі. Аллаху Тағала бізді сондай адамдардың зиянынан сақтасын. Осы видеоның астына өте көп пікір қалдырсаңыз, басқа бауырларымыздың көруіне де үлес қосқан боласыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.